Подагра дегеніміз пурин алмасуының бұзылуымен сипатталатын гиперурикемия, жедел қайталамалы, кейінірек созылмалы артриттің дамуымен, бүйректің зақымдануымен көрініс беретін ауру. Подагра кезінде, яғни буындар басымырақ зақымдалады және де бүйректер зақымдалады. Зәр қышқылының қанда көбеюінің нәтижесінде гиперурикемия болады. Гиперурикемиядан кристалдар түзіледі. Бұл кристалдар морфологиялық құрылымы бойынша өткір қырлы болып келеді. Подаграның дамуында үш түрлі даму механизмі болып қарастырамыз. Ол метаболизмдік механизм, бүйректік механизм және де аралас механизм. Біріншісі ол метаболизмдік механизм кезінде зәр қышқылының синтезінің бұзылуы жүреді. Одан кейін екіншісі ол бүйректік механизм кезінде несеп қышқылының бүйрек арқылы шығарылуының бұзылысы, яғни бүйректің экскрециясының бұзылысы жүреді. Үшіншісі аралас, яғни зәр қышқылының синтезі де бұзылады, сонымен қатар бүйректің экскрециясы да бұзылады. Этиологиялық факторлардан келетін болсақ, құрамында пурины бар тағамдарды шектен тыс қабылдайтын болса, яғни моллюскаларды, қызыл еттерді, ет өнімдерін. Одан кейін екіншісі құрамында фруктозасы бар кукурузды сиропты сусындарды ішетін болса, одан кейін сусыздану, алкогольдерді шектен тыс қолдану, артериялық гипертензия, семіздік, қант диабеті, ол бізде мына подаграның дамуында қауіп факторлары болып табылады. Одан кейін тұқым қуу бейімділігі, яғни пурин алмасуын реттейтін ферменттердің жеткіліксіздігі кезінде. Одан кейін дәрі-дәрмектер, яғни аспирин, тиазидті, диуретиктерді айтамыз. Пуриндер алмасуының бұзылуына келетін болса, ең бірінші пурин мен пиримидин құрамында азоты бар гетероциклді қосылыстар болып табылады. Бұл нуклеин қышқылдарының компоненті. Нуклеин қышқылдарына ДНК мен РНК жатады. Осы клетка зақымдалатын болса, құрамында нуклеин қышқылы болады. Осында ДНК-да зақымдалады да, ДНК-лар ыдырай бастайды. Ыдырағанда ол пуриндерге және пиримидиндерге ыдырайды. Олар кейінірек зәр қышқылына айналады. Зәр қышқылына айналып, бұл қаннан сүзіліп, бүйрек арқылы шығып кету керек. Бірақ зәр қышқылының физиологиялық сұйықтықта ерікіштігі шектеулі болады. Зәр қышқылы pH 7,4 сутектік ортада протонын жоғалтады да ионға айналады. Ионға айналғандықтан оған натрий келіп қосылып, натрий моноуратты кристаллы түзіледі. Осы натрий моноуратты кристалдары қан арқылы барады да буындарға барады. Бірақ олар буындарды таңдамалы түрде бұзады, яғни зақымдайды. Яғни бұл кезде буындардың температурасы төмен буындарға барып шөгетін болып табылады. Ал температураның төмен болатыны қан айналымы аз буындарда, ол табан бақайшық буыны. Себебі табан бақайшық буынында қан айналым аз, сонымен қатар температура төмен, сондықтан да натрий моноурат кристалдары сол жерге шөге бастайды. Осыны бөтен дене ретінде танып, біздің организмімізде иммундық жүйелер активтенеді. Иммуноглобулиндер, сонымен қатар комплементтер активтенеді. Олар осы кристалдарды қоршайтын болып келеді. Кристалдарды қоршайды, және де нейтрофильді лейкоциттер, яғни нейтрофильдер барады да, осы кристалдарды жоюға бағытталады. Осы кристалдарды жойған кезде жойылмай қалған кристалдар, яғни өткір қырлы болады дедік қой, сол нейтрофильдердің лизосомалық органелласын зақымдайды. Лизосомалық органелласын зақымдаған кезде оның ішінен лизосомалды ферменттер шығады. Осы лизосомалық ферменттер шығып клетканы зақымдайды. Клетканы зақымдап, қабынуды тудырады. Қабыну бола беретін болса, сонымен қатар кристалдар жойылмайтын болса, жинақтала беретін болса, ол тофустың пайда болуына алып келеді. Тофус дегеніміз ол буындардың деформациялануы болып табылады. Осы подаграның асқынуы кезінде, яғни подагра кезінде буындарда қызару, сонымен қатар температураның көтерілуі, ісіну және ауырсыну болады. Бұны бізде подагралық шабуыл деп атайды. Егер де осы подагралық шабуыл қайталана беретін болса, ол буындарда артриттердің дамуына алып келеді. Ал бүйректерде ол тастың пайда болуына алып келеді подагра. Яғни көбінесе бүйректердің түбегінде, сонымен қатар несеп шығару жолдарында тастар пайда болады да, яғни кристалдар нәтижесінде тастар пайда болады да, соның нәтижесінде интерстициялық нефрит дамиды.